Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы балладысы. Екінші сабағымыз Махамбеттің соңғы сөзі. Ұрпақтар тәрбиесі деп аталады бүгінгі екінші бөліміміз. Оған арналған оқу мақсаты: көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту және шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Балалар, енді тақырыбымызды анықтап алайық. Ол үшін мына бейнелі сюжеттерге, мына суреттерге назар аударыңдар. Осы арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ашылады. Тақырыбымыз, өздерің аңғарған шығарсыңдар балалар, Махамбеттің соңғы сөзі деп аталады. Ал бұл шығарманы өздерің білетіндей Нарынқұм зауалы балладасынан алынғанын білесіңдер. Шығарманы әрі қарай талдау үшін бізге әдебиет теориясы бойынша талдау ұсынылады. Енді эпизод дегенге кішкене түсінік берейін. Эпизод — көркем шығарма сюжетіндегі өз алдына мәні бар, өзара байланысқан оқиғаның бір бөлшегі, көрінісі. Әр эпизод кейіпкердің белгілі уақыт аралығында өткен қимылын, ісін, екі не одан да көп кейіпкерлердің арасында болып жатқан түрлі құбылыстардың біткен кезеңін көрсетіп отырады. Эпизод сюжеттің негізгі компоненттеріне сәйкес келуі мүмкін. Бірақ көбіне сюжет компоненті эпизодта өрістемейді. Керісінше, бірнеше эпизод беріліп отырады. Эпизод кейіпкер характерін ашып, оқиғаны ширата түседі. Енді балалар, кейіпкер туралы мәлімет берсем. Кейіпкер — ол әдеби образ, яғни көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысушы басты адам. Әдебиетте адамның көркем бейнесін жасағанда жазушы оның кескін тұлғасын, іс-әрекетін, мінезін, сол ортаның, дәуірдің өзгешеліктерін танытатын типтік сипаттармен қатар өзінің басына ғана тән ерекшеліктерін де анық байқалатындай етіп суреттеп отырады. Сол көркем шығармада жан-жақты толық суреттелетін негізгі басты тұлғаны біз басты кейіпкер деп атаймыз. Мысалы, Абай жолы эпопеясын алайық. Мұндағы Абай жолы эпопеясындағы басты тұлғамыз Абай бейнесі, ол басты кейіпкер. Сонымен қатар, бір шығарманың ішінде басты кейіпкер бірнеше болуы да мүмкін. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан пьесасында бірнеше кейіпкерлер бар. Онда жеке біреуді басты кейіпкер деп айту мүмкін емес. Кейіпкерлердің тұлғасын, мінезін, іс-әрекетін суреттеу өзгешелігі әдебиетте де болсын, көркемөнерде болсын, қолданылатын әдіске сәйкес болады. Енді оқушылар, Мұхтар Шахановтың осы Нарынқұм зауалы балладысы бойынша Махамбеттің соңғы сөзі бөлімін тыңдайық. Мұқият тыңдау арқылы келесі берілген тапсырманы орындаймыз. Нарынқұм зауалы Шырдабаевқа. Махамбеттің соңғы сөзі. Баз бір адамдарда болашағын елден ерек сезіну, түйсіну күші болатынын ғылым жоққа шығармайды. Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын айналасындағыларға өзінің жан шошынарлық сұмдық түс көргенін, түсінде иығынан үзіліп түскен өз басы өзіне қоштасу айтып тұрғанын әңгімелеген. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат, бір таныс қол соғып кетті, әлдегімді паналап, зұлымдықтың жасырынып келетін жаманақ, иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап, бара жатты атамекен ақ жайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Жә,
бұл түсім тегін емес. Мына сойқан заманда тіршілікпен қоштасар сәт жетті-ау деймін мағанда. Қоштасар сәт жетті-ау деймін. Туған елім, еңселім, бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем, едім әру өлшемің, жанашырың, жақының ем, және қайсар ақының ем мен сенің. Жұлдыздай боп жанар алдан, ақындықта елден ерек басқа заң, батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жол қалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түсті мегеске, ақындықтың басты шарты басталса да шындықты айту емес пе? Өлімге сан жақын бардым, қорғансыз боп күртінсем де жай көзге. Шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып беді қай кезде? Көрді денді сен жайлы ойға батамын, бұл іңкәрлік созылады қаншаға? Кім қаншама шексіз сүйсе отанын, оның тартар азабы да соншама. Мен сенемін күн ертең нұрлы үмітпен оянар деп бұл өлкем, күліп жайсаң күн ғажайып, ел наласы тартар деп, ақымақтар күрт азайып, сұмдық қорқақ тартар деп. Мен сенемін күн ертең пенделіктен тазарар деп ұл өлкем, қашанғы баққа зорлық мінгеспек. Сенем ертең оттық отсыз күлмес деп, тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйгі есектердің мойнында жүрмес деп. Мен сенемін күн ертең ақыл ойы пір тұтар деп ұл өлкем, мына дәурен бұрқан тарқан ертең қайта өзгерер. Ақындарын сұлтандардан артық сыйлар кез келер. Қадір тұтам қиялдауды ертең талғам өзгерер, шындап құлай сүйе алмауды қылмыс санар кез келер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пас ойлар тұншыққанша, дулғаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Балалар, бейне жазбаны тыңдап болса, оқу тапсырмасына көңіл бөліңдер. Мына берілген үзінділерді оқып отырып, ақын қандай сезімде болды деген сұраққа жауап жазыңдар, және өз көзқарастарыңмен ақын өмірмен байланысы қандай болды? Міне осы сұрақтарға жауап жаза қойыңдар. Енді бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында мынадай тапсырма сендерге ұсынбақпын. Зұлымдықтың жасырынып келетіні жаман-ақ. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай деген жолдарды қалай түсінесіңдер? Оқушылар, енді үйге тапсырма бермекпін. Оқылған үзіндіден кейіпкерлер бейнесін анықтап, мінездеме жазыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.